Ерсұлу. Музей басшысы кім? Қақпанбаев Мұрат Ерсұлу. Ерсұлу. Мұрат мырза. Мен атым Медаятов Айбек. Шамшылы, Атырау қаласының тұрғынымын. Сіздің қалаға дейтін Жылой ауданына банағы әкімнің кеңесшісі, облыс әкімнің кеңесшісінің мүгедектер жөніндегі кеңесшісімен келіп едік қой. Ол кісі қазір библиотекада ар жағында жиналысты отыр. Жалпы қолжетімді орта жөнінде мен өзім белсенді азамат баласы солар тексеріп жүредік қой. Кіре берістеріңізде енді тактильный плитка бір 5 метрге дейін бар екен. Ол енді жоқтан жақсы, бірақ іштеріңізде өкінішке орай көзі көрінбеген адам өзі емін-еркін жүре алмайды. Енді өзіңіз көріпсіз ғой, қайта түсіре беріп қажет жоқ деп ойлаймын. Сол не себепті, не үшін бана Гүлнат па, кім еді? Гүлнат. Сол кісі дейтінін айтқан. Сол кісі жауап бере алмайды. Сіз енді басшы ретінде сіз не айтасыз? Сол үшін шақырғанбыз біз сізді. Бұл музей осы 20-шы жылы берілді, жаңадан салынған объекті. Объектіні салған кезде жалпы пандустар қаралғанмен жаңағыдай мүмкіндігі шектеулі адамдарға залға қарай тактильный тақталар, ондай жаңағыдай дыбыс жазу немесе дыбыстау құралдары ескерілмеген кезінде, осы берілген кезде ескерілмеген, бірақ біртіндеп бастап жасап жатыр. Осы биыл ғана мына тактильный тақтаны ақша бөлдіріп, туалетке дейін, гардеробқа және залға дейін әкеліп қойдық. Енді жалпы музей дейтін көзбен көріп барып нететін не ғой, енді объекті заттар бұрыннан тұрған. Сондықтан бұған дейін көзі көрмеген адамдар кірмейді дегіңіз келіп тұр осында. Кірмейді деген жоқпын. Сөздің сөзіңізден қалай түсінеміз енді бұны? Арналған. Енді оған ең бастысы қасындағы адамға түсіндіріп жеткізу. Бізде экскурсоводтар бар. Екінші мәселе дыбыстап беру. Осы іштегі әрбір экспонаттың сипаттамасын беретін бізде ана жерде не бар? Моноблок орналастырған. Моноблокты қосып қойыңыздар. Соның ішінен қажетті информациялардың барлығын дыбыспен алуға болады. Оны қалай қосады? Қосып жатырмыз. Жоқ, оны дейтін оны бар экскурсоводтың өзі келіп, экскурсия келген адамның өзі келіп қоса ма, әлде? Жоқ, экскурсовод қосады. Қосулы да тұр, бірақ енді қазір дәл данный момент қажеттілік болса қосады. Жоқ, ол бізге қандай ақпарат берді, мысалы мен оны өзім, ол сол жерде байланып тұрып тыңдау керек па сонда мен? Әлде қалай болады? Ал тыңдағыңыз келсе, экскурсовод аралап жүріп, барлығын көрсетіп жүріп, сізге ақпарат бере алады. Осы залдың ішінде не бар екендігі барлық алдыңызда тұр. Енді басқаша қалай енді сізге ақпарат беруге болады? Мысалы дейтін Атырау облысының ішінде музейге біз барғанда каждыйына андай не береді, телефон сияқты планшет береді. И мысалы бірінші зал, екінші зал, 3, 4, 5 өзің таңдайсың да. И сол залдың ішінде мысалы не бар? Алтын адам, басқасы, и каждый таңдап жүріп тыңдауға болады деген ондай планшет бар деп естіп едік. Оны бірақ қалынша қолжетімсіз екен білмеймін. Оны өзіңіз көрген жоқсыз да? Жоқ, ұстап көрдік, бірақ басында қосылды, содан кейін қосылма сенсорный бірден екен кнопкалары біз айтқан болатынбыз оны. Кнопкасы да жоқ, оны көзімізді көрмейді, оны қалай басамыз деп бір-екі ұсыныстар бергенбіз. Енді рахмет, енді бізге әлі ала қойған жоқпыз, ондай жете қойған жоқпыз. Ұсынысымыз сенсорный тұру үш жерде. Жоқ, ол енді ол экскурсоводтың өзі келіп қосу керек. Мысалы, сіздер дейтін көзі көретін адамдар жүргенде қалай жүреді? Мысалы, өзі келеді, ақшасын төлейді, кіреді, өзіне келеді. Есіктің алдында адам отыр, залды қараушы бар, келген қонақты қарсы алады, және ол кісіден сұрайды, қандай қызмет көрсетуге сізге аламыз деп. Сіз талап етсеңіз, ол талап етпейді, өзі араласқысы келеді. Өзі араласқысы, өзі аралайды. Оған біз ұқсат қасында, бірақ музейдің қараушысы бар, осы залды қараушысы қасында жүреді. Оған мысалы сосын мына жерлерде мен де мысалы сөйтіп жүргім келеді. Сосын бір жерлерде енді жоқ, мен жүргенде дейтін қараңшы, мына жерде тактильный плитка жоқ, мысалы мен аламын былай кетіп қаламын, или мынаған соқтығысып қаламын, оған кім жауап береді? Тактильный тақтаны бастап айттым ғой, мен орнатылды. Жоқ, 5 метрге орнатылған, ол орнатылған болып саналмайды ғой. Енді ары қарай тағы жалғастырамыз келесі жылы. Енді қашан ол?
2020-да салынды мысалы да. 2 жыл пандемия кезеңі болды. Мен білмеймін енді, кешіріңіз, мен білмеймін. Жалпы мүмкіншілігі шектеулі адамдарға 2015-тен бастап конвенция ратификация жасалды. Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы қол қойды соған. Біз халықаралық заңда теңестіреміз, мүмкіншілігі шектеулі адамдардың жағдайын бәрін жасаймыз деді. Ол кісі қойды. Үкімет соған сәйкес заңнаманы бәрін қабылдады. Енді мына жерде тек қана орындайтын сіздер, басшылар, яғни сіздер орындауларыңыз алды. Өкінішке орай қазір біз дейтін оны орындалған көріп тұрған жоқпыз. Неге, қандай негіз бар ұсынысыңыз? Мен неге ұсыныс беру керек, егер сіздер оны заң түрде өздеріңіз жасау керексіздер. Сонда мен дейтін каждый объектіге барып, мынаны бүйт, мынаны сөйт деп мен жүремін. Тиісті органдар бар. Солармен сөйлесіңіздер. Мысалы тактин жолақ дейтін жоқ деп тұрсыз ғой, сіз залда жоқ деген айтып жақсы. Жақсы, жалпы залда емес. Қаралып жатыр, қаралып салынады. Мысалы қараңызшы, әрбір экспонаттың қасында табличкалар бар. Табличкалар бар, тұр. Тұр. Ол мен көзі көрмеген адамға оқылмайды ғой. Экскурсовод сізге қасыңызға беріліп. Жоқ, мен өзім оқып жүргім келеді. Сіз қалай енді экскурсовод жеткізеді ғой сізге, барлығын жеткізеді. Жоқ, кешіріңіз. Онда табличканы бәрін алып тастаңыз. Табличка неге алып тастауым керек? Онда көзі көретін адамдарды экскурсоводпен жүрсін да, тең түрде. Жүреді, олар да жүреді. Жоқ, сіз онда қазір бәрін табличканы бәрін алып тастаңыз онда қазір. Жоқ, менің құқығымда көзі көретін адамның құқығы да тең болсын да. Ол да экскурсоводпен жүрсін, мен де экскурсоводпен жүрейін онда. Қазіргі таңда сіздер дейтін көзі көретін адамдарға толықтай жағдай жасап қойдыңыз, өз емін-еркін кіреді, өз емін-еркін жүреді, керекті табличкасын оқиды, қызықты нәрселер болатын болса, кетеді. Бізде ондай мүмкіншілік жоқ. Біз обязательно бір адамға байлануымыз керек, оның қасына жүруіміз керек, оның көңіл күйі болмауы мүмкін, тағы басқа мүмкін, неше түрлі жағдайлар болады. Көңіл күйі болмаса ескертесіз ба? Жоқ, енді кешіріңіз, мен сіздің артыңыздан айлап жылдап жүре алмаймын. Мен өзім басқа азаматтар, Қазақстан Республикасының басқа азаматтар ретінде келіп, өзім қызметімді сапалы қызметті алып кеткім келеді. Сізге сапалы қызмет көрсетпей жатса осы жер, онда ескертіңіз. Жақсы, сізбен сөз таласу что-то түсініксіз. Мен сіздің сөзіңіздің тұқы терін түсінбедім, мен өте түсініксіз жағдай. Қазір участковый шақырамыз, арыз жазамыз, предписание береміз. Болды, дұрыстаймыз. Өзінің сөзін мен сізге түсіндіріп айтып жатырмын. Сіз өзіңіздің осы мекеменің айтып тұрмын, жақсы. Мен тактин тақтамыз. Жалғыз тактин тақтамыз. Жалғыз тактин тақтамыз. Енді табличкалар тұр ғой енді. Жоқ. Көзі көрмеген адамдарға жоқ. Кабинеттің сыртында мысалы дейтін табиғат залы дейме бірдеңе деген болады. Сіздерше жазылып тұр да, бірақ біздерше жоқ. Неге? Екінші жағы мысалы көтерді, дәл осындай жағдай. Неше зал бар мысалы сіздерде қазіргі таңда осындай? Екі зал бар. Екі зал. Сыртында мысалы көз көрген адамдар табиғат залына кіргізсе, табиғат залына кіреді. Бізде ондай мүмкіншілік жоқ. Хотя сыртында жазылып тұр көз көрген адамдар. Осындай кемшіліктер көп. Ол дейтін жалғыз емес. Ескертеңізді нетіп жатыр, қабылдап жатыр. Сондықтан қазір сіз енді осы жерде жүріңіз, участковый шақырамыз. Жақсы. Арыз жазамыз. Өзіңіз көріңіз көзіңізбен. Предписание бергіземіз, дұрыстатамыз бәрін. Сол кезде ақша бөлінбейді, бөлінеді, көреміз, бөліне ме, бөлінбей ме сол кезде. Мен бөлінбейді деп айтқаным жоқ па. Енді ақша бөлініп жатыр, салынып жатыр жайлап. Қызметкерлеріңізге ақша жоқ деді ме? Зданияны салған кезде, кешіріңіз енді, ескерілу керек еді. Кешіріңіз, Мұрат мырза. Кешіріңіз, мына зданияның салынғанына экспонаттың ешқандай қатысы жоқ. Экспонат ол дейтін сіздер өздеріңізді алып келдіңіздер, басқа жерден көшірдіңіздер. Сол кезде ол жасалды, табличкалар сол кезде істелінді. Сол кезде көз көрмеген адамдардың да мүмкіндіктері қаралу керек еді. Өкінішке орай ондай жағдай жасалған жоқ. Ол мердігерге бәрін жауып тастамаңыз. Мердігер, зданияның тесігі болып қалса басқа ол жауап берер. Бірақ іштегі экспонатқа, басқасына, компьютерге неге жауап бермейді ол? Дұрыс па? Өтірік айтып отырмын ба? Өтірік айтып отырсаң айтыңыз, Айбек сенге дұрыс емес деп. Түсінбедім ал сіздің айтқаныңызға. Сіз айтасыз, табичка жоқ болса жоқ деп айтыңыз ал. Жоқ қой енді. Жоқ қой. Неге жоқ? Жүріңізші жақсы. Қайда любой табличканы бар. Қайда табличка? Қайсы? Көретін адамдарға тұр. Мен оқи алмай жатырмын ғой қазір. Білесіз, что ақпарат қолмен оқитынға қолмен или QR болу керек та, мысалы тақағанда айту мүмкін осындай деген ақпарат береді. Чем бір компьютердің алдында тұрып қадалып тыңдағаннан ол үйден тыңдауға ондай нәрселерді. Мысалы қазір ақпараттар көп қой, шүкір.
жақсы, енді қолмен оқитын оны орналастыруға болады, оған қиындық жоқ. Бірақ енді ақпарат деп беретін кәдімгі адам деп қасыңызда. Енді білмеймін, қосымша тағы не етсеңіз, айтсаңыз оны. Жоқ, енді егер мысалы сіз соны дұрыс деп санасаңыз, жоқ, дұрыс деп санады, адам бар деп санапты ғой, жақсы, енді мен түсінемін. Адам жоқ деп айтып жоқпыз біз дейтін. Онда табличкамен алып тастаңыз. Сосын менің де құқығым, сіздің де құқығымыз тең болсын. Онда адам жүрсін осында, онда. Мынау осындай, мынау осындай. Болды, сол кезде мен нем жоқ. Не істейсіз енді? Ескеріп тұрып. Адам бар, үнемі жүреді. Жақсы. Табличканы алып тастады десеңіз, анық келді ол. Ол көріп тұрса. Көрсіз, мына жерде дейтін, сіз қазір көзі көрмейді адамды барын төмен санап тұрсыз өзіңізден. Өзіңізді жоғары банағыдай істеп тұрсыз. Енді солай біз санам, себебі өзіңізге ақпарат тұр, сіз күліп тұрсыз да, даже табличкалер бар ғой деп. А мен мұнда дейтін жоқ деп тұрмын. Енді сізді, ол түсіндім енді. Енді түсінсеңіз онда болды. Басып қарап. Сізге жеткізе алдым ба? Жеткізе алдыңыз. Болды. Рахмет, жеткізе алдыңыз. Енді қазір енді сізге мен дәл қазіргі моментте біз жаңағыдай адамменен көмек көрсете аламыз, айтып жеткізе аламыз. Жоқ, Мұрат мырза, мен сіздің личный банағы өзіңізге, немесе жұмысшыларыңызға, қызметкерлеріңізге ешқандай мен жалобым жоқ. Бірден айтайын, мен дейтін себебі ешқандай ешкім дөрекілік танытқан жоқ, бәрі жақсы болды. Просто бар болғаны мемлекетіміздің деңгейіндегі бағдарлама бізге тиісті жұмыс жасаса екен деген ой болды. Өте дұрыс. Басқасы өзіңіздің личностіңізде басқасына басқа жоқ, вообще ондай не жоқ менде. Басқаша түсінбеңіз, дұрыс түсініңіз қана жарай ма? Жарайды. Қазір участковый шақырамыз, арыз жазамыз болды.